Асан Қайғы 14-15 ғасырларда өмір сүрген. Асан Қайғы Алтын Орда ыдырай бастаған кезеңде өмір сүрген. Берке, Ұлы Мұхаммед, Әбілқайыр хандар мен Керей, Жәнібек сұлтандардың замандасы. Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Су түбінде жатқан тас жел толқытса шығады. Ой түбінде жатқан сөз шер толқытса шығады. Ол қазақ халқының тағдыры үшін қайғы шегіп, оның болашағын ойлап, тебіренген дала абызы. Асан Қайғы ел қамы, халқының келешегі туралы толғаныстарын күй тіліне түсірген суреткер болып табылады. Асан Қайғының ел айырылған, желмаяның жүрісі, зар, Асан Қайғы сияқты күйлері халықтық, әлеуметтік тақырыпқа арналған құнды туындылар болып табылады.